Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін қара түсті изделиямыз, гипстан жасалған изделиямызды қара түске бояйтын боламыз. Бізге осы Каденс фирмасының Лейк боя деген турецкий фирма, бізде бұл осы акриловый краскасы қажет болады. Кисточка және жидкий патал қажет болады. Бұның бағасы 5500 теңге тұрады. Бірақ стойкий ғой, енді қою бір жаққанның өзінде жақсы эффект береді. Бұны бояғаннан кейін сыртынан лак жағудың мүлде қажеті жоқ. Мысалға сіздер наборларға 3-4 слой лак жағасыздар ғой, глянцевый лактан. Бұның құрамында өзі глянцевый лак барды, сол үшін лак жағудың қажеті жоқ. Аласыздар да жаға бересіздер, ешқандай қиындығы жоқ. Алып жағасыздар, міне өзі жалтырап тұрады, еще әдемі көрінеді. Тек қана қара түсі емес, неше түрлі цветтер бар: қызыл, жасыл, көк, сары. Жалпы пигменттен гөрі осындай қара түсті осы красканы пайдаланған дұрыс негізі. Ақып құйып алып, одан кейін осылай басқа түске бояп алсаңыздар, түсі анық әдемі болып жалтырап тұрады негізінде. Осы Каденс фирмасының краскасын алып алсаңыздар, енді шын айтам, өте тамаша болады. Тура видеодағыдай осылай жаймен бояй бересіздер, ешқандай қиындығы жоқ. Бір жаққаннан уже жаңағындай жақсы эффект береді, и ұзаққа жететін краскада бұл. Видеоны мұқият қарасаңыздар, барлығы түсінікті. Мысалы, бұл крышканы бояп көрсетіп жатырмыз сіздерге. Кез келген дайын бұйымыңызды толығымен кептіріп, жақсылап кептіру керек. Вообще ішінде влажность болмау керек. Жақсылап кептіріп, сыртын осылайнан бояп шығасыздар. Қараңыздар, мұны көріністер ме? Жалтырап тұр. Өте әдемі болады. Біздің мұны крышкамыз бояп бітті. Осылайнан жарты сағатқа қойып қоясыздар.Ыстап көресіздер, кеппесе ұзақ тұрады тағы да. Енді қараңыздар, мен кептірмей осы паталды жағайын деп тұрмын, жабыстырайын деп тұрмын. Қараңыздар. Мынау листовой паталь бізде. Осылайнан әрбір жерлерін сарақып қоямын да. Негізі изделиямыз полный кепкеннен кейін өзі осындай паталь жабыстыратын не сатылады. Клей сатылады, паталь жабыстыратын. Сол клейді шамалы ғана жағып, бетіне паталь жақсаңыздар, сонда вообще анық сап-сары болады да. Бұл жерде кішкене енді анық емес, бірақ бұл да бір әдемілік. Көріністер ме? Осылай жасасаңыздар болады. Біздің мынау изделиямыз әлі толығымен кепкен жоқ, жаңа жаққан краскамыз ше. Краскамыз әлі кепкен жоқ. Артында жақсылап бояйсыздар. Бірінші беті кепкеннен кейін астын бояп аласыздар.